Негізі инста тиктокқа кеткен уақытыңды кітап оқуға арнасаң 100 кітап оқып тастаушы едің. Соңғы кездері социальный сеттен өте қатты шаршап жүрмін. Ойланып қарасам, инста тикток маған өте қатты зиян тигізуде. Бірінші зияны, қысқа видеолардың кесірінен уақытымның қалай құры кетіп жатқанын білмей қаламын. Уақытым босқа кетіп жатыр. Екінші зияны, фокусымды бір жерге жинау қиын болып кетті. Есте сақтау қабілетім түсіп бара жатыр. Үшінші ең үлкен зияны, бір нәрсе істеуге құлшынысым жоқ. Желаниям жоқ еш нәрсе істеуге. Жата бергім келеді. Уже еш нәрсе қызық емес. Бұл жағдайды дофаминовый яма деп атайды. Бұл ямадан шығу үшін не істеу керек? Бір ай бойы барлық удовольствие әкелетін нәрселерді тоқтатамыз. Ешқандай музыка, тикток, рилс, сериалдар көруді тоқтатамыз. Оның орнына кітап оқимыз, тренировка істейміз, жаңа хоббилар табамыз. Осы істерді мен бір ай бойы істейтін боламын. Каналыма тіркеліңіздер, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Мені бақылаңыздар. Бұйырса осылай өзіміздің мықты версиямызды жасаймыз.